Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге мен Мерует. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, бір шайда желініп кететін пирог дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады, құрамы қол жетімді. Бізге керекті 3 дана жұмыртқа, жұмыртқамызды таза, құрғақ ыдысымызға салып, блендердің көмегімен 2-3 масса етеміз. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Өз достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Массамыздың үстіне 50-70 граммдай қантымызды сала отырып, араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды да саламыз. Ұнымыздың үстіне қопшытқысымызды салып, араластырып, осы массамыздың үстіне біртіндеп сала отырып, блендерлеп алатын боламыз. Менде пирогым 2 қабаттан тұрады. Осы жасап көрсетіп отқан бірінші қабаты, одан кейін дәл осы рецептпен екінші қабатын жасайтын боламын. Дайын болған массамызды ыдысымызға салып, пешке 180 градуста 35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Сіздер де жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Алдағы уақытта жақсы рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Ыдысымыздың астына міндетті түрде сармай жағып жіберіңіз, өйткені асты жабыспайтын, алынуына оңай болады. Міне, менің бірінші қабатты пирогым дайын болды. Екінші қабатын жасап пісіріп алатын боламын. Ортасына мен қалған пирогтың қалдығын езіп, клубника түрі сгущенкамен араластырып, ортасына салмасын жасадым. Өте дәмді шықты, бір шайда желініп кетті, жанұяма қатты ұнады. Қымбат сливкидің ешқандай қажеті жоқ, осылай жасап көріңіздер, өте дәмді шығатын болады. Егер жасаған болсаңыз, маған кері байланыс жасауды ұмытпаңыз. Пісіріп алған пирогымыздың үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, дастарханға ұсынатын боламыз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Өте дәмді болып шықты, ас болсын.
Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Мерует. Бүгін өзбек халқының ұлттық тағамы палау дайындайтын боламыз. Палауымыз өте дәмді, сарғыш, шашпалы болып піседі. Сіздер де жасап ер азаматтарыңызды қуантып қойыңыздар. Бізге керекті құс еті. Құс етімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Сіздердің өз еркілеріңізде ірі етіп турап салсаңыздар да болады. Құс еті мен палауымыз өте дәмді болып шығады. Міне біз құс етімізді турап алдық. Табамызға сұйық майымызды құйып, отқа қоятын боламыз. Мен 250 граммдай сұйық май құйдым. Құс етімізді салып, сарғайғанын күтіп, қуырып алатын боламыз. Оған дейін біз 2 дана биязымызды, сәбізімізді турап дайындап қоямыз. Өз еркілеріңізде биязды көптеу пайдалансаңыздар да болады. Палауымыз өте дәмді болып шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте тойымды тағамдардың бірі. Түскі, кешкі астарға жасап көріп бағасын беріңіздер. Менде сәбіз 700-800 граммдай сәбіз пайдаландым. Ұзыншалап турап алатын боламыз. Менің каналымда түрлі рецепттер бар. Рецепттерді қарап, ұнаған рецепттеріңіз болса тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырсаңыздар болады. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Маған тіркеліп. Міне менің құс етім қуырылып, үстіне биязын салып, тағы да бір 4-5 минуттай қуыратын боламыз. Биязымыз сарғайған түске ену керек. «4-5 минут уақытымыз өтті. Енді сәбізімізді салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Оған дейін күрішімізді тазалап жуып алатын боламыз. Мен 250 грамм күріш пайдаландым. Енді палауымыздың дәмдеуіштерін саламыз. Мен зира дәмдеуішін салдым. Ұсақтап чесногымды де салдым. Сарғайған түсті жақсы көрсеңіз, куркума пайдалансаңыз болады. Тұзын, бұрышын дәміне қарай саласыздар. Пловқа арналған дәмдеуіштер бар, соны салсаңыздар да болады. Мен бір қасығын салдым. Жақсылап бір араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. 4-5 минуттан кейін күрішімізді бір тегіс етіп салып шығамыз. Үстіне мен 350 граммдай су құйдым. Күрішімізді салып тегістегеннен кейін отын жоғарғы отқа қойып, бетін жауып, бір қайнатқаннан кейін астын баяу отқа қалдырамыз. Өзінің бабында пісіп шығатын болады. Менің рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Міне менің палауым дайын болды. Өте дәмді шықты. Тарелкімізге салып, дастарқанымызға ұсынатын боламыз. Дәмі тіл үйреді. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Қазақ каналының дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Менің рецептім ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер, кері байланыс жасап мені қуантып қойыңыздар.
Алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.
Thank you.